Тақырыбы: табиғатты қорғау. Оқу мақсаттары: өз аймағындағы кейбір экологиялық мәселелердің себептерін талдау, экологиялық мәселелерді шешу жолдарын ұсыну. Қазақстан тұрғындарының ортақ мәселелері болып, таза су қорының азаюы, тұрмыстық, яғни пластик қалдықтары және өнеркәсіптің өндірістік қалдықтары, үйінділер, түтін түріндегі жану өнімдері, ақаба сулар, браконьерліктің салдарынан бекіре тұқымдас балықтардың құнды түрлерінің азаюы, ауаның ластануы, судың ластануы, топырақтың ластануы, тау суларының тартылуы, жерлердің шөлейттенуі, топырақтың сорлануы. Жалпы экологиялық мәселелердің себептерін анықтап қарайық. Адамның шаруашылық әрекеттері қоршаған ортаға тікелей және жанама әсер етеді. Тікелей әсеріне браконьерлік, орманды шабу, атмосфералық ауаны автокөліктің шығарынды газдарымен ластау жатады. Ал жанама әсері жағдайында бір ағзаның тіршілік әрекетіне адамның әсерінен басқа ағзалар зардап шегеді. Мысалы, Жайық өзеніне хлордың төгілуі 2018 жылы балықтардың аштықтан жаппай қырылуына әкелді. Балықтардың аштықтан қырылуы судағы хлордың салдарынан ұсақ ағзалардың өліміне байланысты болды. Енді оңтүстік Қазақстанның экологиялық мәселелерін қарастырып өтейік. Бірінші мәселе – Балқаш көлінің су деңгейінің төмендеуі. Ол Балқаш көліне құятын Іле өзені суын Қытайдың қолдануының артуынан туындады. Екінші мәселе – Балқаштың ауыр металдармен ластануы. Ол Балқаш Цветмет кәсіпорнынан бөлінетін ауыр металдармен ластануы нәтижесінде орын алды. Үшінші мәселе – жерлердің шөлейттенуі. Ол топырақты тамыры арқылы бекітетін сексеуілдердің шауылы нәтижесінде осы мәселеге әкелді. Келесі мәселе – таулардағы мұздықтардың еруі. Бұл климаттың ғаламдық өзгеруі нәтижесінде орын алды. Келесі – Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарының экологиялық мәселелері. Негізгі мәселе өнеркәсіптік өндіріс қалдықтардың салдарынан ауаның ластануы болып қала береді. Қазақстанның атмосфераға бөлінетін барлық зиянды шығарындыларының 1/4 бөлігі Қарағанды облысына тиесілі. Ал Ақмола облысының экологиялық мәселелерін қарастыратын болсақ, Степногорск қаласының экологиялық мәселелері уран кендерін өндірумен және қайта өңдеумен байланысты. Бұл қоршаған ортада қауіпті радиоактивті қалдықтардың жинақталуына әкеледі. Ал Каспий аймағының экологиялық мәселелерін қарастыратын болсақ, Атырау қаласының тұрғындары мұнай өндіру мен өңдеуге байланысты экологиялық мәселелерді бастан кешіруде. Атмосфералық ауаның жергілікті мұнай өңдеу зауытымен ластануы жергілікті тұрғындар арасында аурулардың дамуына келеді. Каспий теңізі көбінесе мұнайдың төгілу қаупіне ұшырайды. Нәтижесінде теңізде тіршілік ететін ағзалардың қырылу салдарына келеді. Жайық өзенінің экологиялық мәселесі. Каспийге құятын Жайық 2018 жылы өзенге хлордың төгілуі нәтижесінде апатқа ұшырады. Хлордың салдарынан балықтың қоректік негізі ретінде қызмет ететін ұсақ ағзалар жойылды. Нәтижесінде Жайықта 1 сағат көлемінде 100 тоннадан астам балық қырылды. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласының экологиялық мәселелерін қарастыратын болсақ, Нұр-Сұлтан қаласында жануарлардың табиғи тіршілік орталарында қала белсенді салынуда. Мысалы, Кіші Талдыкөл көлі. Көл 130 жыл құстарының мекендейтін ортасы болғандықтан, халық қазіргі кезде дабыл қағуда. Қазақстанның басты экологиялық мәселелерін қарастырып, жинақтап өтейік. Сонымен, Қазақстанның өнеркәсіптік қалалары мен мегаполистеріндегі атмосфералық ауаның ластануы, Балқаш көлі мен Ертіс өзендерінің тартылуы, Іле Алатауы мұздықтарының еруі, Қазақстан жерлерінің шөлейттену және тұздану мәселесі және су қоймаларының ластануы қазіргі кездегі Қазақстандағы басты экологиялық мәселелер болып табылады. Қазіргі экологиялық мәселелерді шешу бағыттарын қарастырып өтейік. Әрекеттер бағыты бұл қалдықтарды азайту.
Тұрмыстық және өндірістік қалдықтар мәселе болып табылады. Себебі қалдықтар табиғатта ұзақ уақыт бойы ыдырамайды. Бұл мәселенің шешімі пластикалық ыдыс-аяқ пен сөмкелер қағаз ыдыс-аяқ пен пакеттерге ауыстырылуы қажет. Ақаба суларды тазарту мәселесі су қоймаларының зиянды заттармен ластануымен байланысты. Себебі зауыттар мен фабрикалар қолданған зиянды заттары бар суды табиғи су қоймаларына төгеді. Бұл мәселенің шешімі ретінде қазіргі заманғы тазарту құрылғыларын орнату болып табылады. Таза энергия көздеріне көшу топырақтың, судың және ауаның радиоактивті ластануы, ауаның зиянды заттармен ластану мәселесімен тығыз байланысты. Себебі атом энергетикасы апат жағдайы болғанда қауіпті. Көмір мен бензинмен жұмыс істейтін қозғалтқыштар және пештер ауаны ластайды. Табиғат үшін қауіпті энергия көздерінен бас тарту, табиғи газды, жел генераторларын, күн панельдерін және биоотынды пайдалану осы мәселенің шешімі болып табылады. Жерлер мен ормандарды қалпына келтіру. Себебі ормандардың азаюы, топырақтың тұздануы, топырақтың құнарлылығының жойылуы қазіргі кезде жиі кездеседі. Себебі ағаштарды шабу қарқынды жүзеге асырылуда. Бұл мәселенің шешімі көгалдандыру, топырақты эрозиядан, яғни бұзылудан қорғау болып табылады. Экологиялық мәселелерді шешу кезеңдері келесі кезеңдерді қамтиды. Экожүйедегі экологиялық мәселені анықтау. Екінші, мәселенің ауқымы туралы ақпарат жинау. Келесі кезең экологиялық мәселелердің себептерін анықтау, мәселені шешу жолдарын іздеу және мәселені шешу болып табылады. Сонымен біз өз аймағындағы кейбір экологиялық мәселелердің себептерін талдау, экологиялық мәселелерді шешу жолдарын ұсыну сияқты оқу мақсаттарын қарастырып өттік.